Алтын басты бала ертегісі. Ертеде бір шал мен кемпір болыпты. Олардың күйеуге бермеген 3 қызы бар екен. Бір күні шал кемпірге айтыпты: біз енді қартайдық, бұларды асырай алмаймыз, оларды тастап кетейік дейді. Қыздардың үшеуіне 3 шелек беріп суға жібереді. Шелектердің түбі тесік екен. Қыздар күн бойына шелекті толтыра алмай әуре болып жүреді. Кешке жақын үйге қайтып келсе, әке-шешесі жоқ. Сонда үлкен қыз айтыпты: шешем мені жақсы көрмейді екен, маған басымды тарайтын тарақ тастап кеткен жоқ деп. Екінші қыз айтыпты: шешем мені жақсы көрмейді екен, маған айна қалдырмаған екен деп. Кіші қыз айтыпты: әжем мені жақсы көрмейді екен, маған нан тастап кеткен жоқ деп. Бір қыз барып дуалды қараса, 3 нан бар екен. Үшеуі нанды алып жеп, бетімен жүре беріпті. Бұл қыздардың алдынан бір хан шығыпты. Хан: қайда бара жатқан қыздарсыңдар деп сұрайды. Бізді әке-шешеміз тастап кетті, енді өз бетімізбен келе жатырмыз дейді қыздар. Сендердің не өнерлерің бар деп сұрайды хан. Үлкен қыз айтады: мен ат аяғын көтергенше төбетей тігіп болам. Ортаншысы айтыпты: мен ат аяғын басқанша шапан тігемін. Үшінші қыз айтыпты: мен біреуге жар болсам, басы алтын, аяғы күміс бала табар едім деп. Хан оларды үйіне алып барды. Үшеуінде өзіне жар етіп алады. Ханның кіші әйелін аяғы ауырлап, көп ұзамай бір ұл бала тапты. Баланың басы алтын, аяғы күміс боп туды. Алдыңғы 2 әпкесі күндеп, орнына жаңа туған иттің күшігін салып, баланы суға тастап жібереді де ханға барып: сенің жақсы көретін әйелің күшік тапты деп айтты. Хан ашуланып, әйелін күшігімен құдыққа тастаңдар деп бұйрық етті. Әйелі құдықтың ішінде жылап отырғанда бір қарт келіп айтты: ей ханның жары, жылама, шық құдықтан дейді. Сонда әйел айтты: қалай шығайын құдықтан деді. Сонда қарт арқан тастап суырып алды. Күнде тамақ әкеп беріп, әлгі әйелді асырады. Арада бірнеше жыл өткен соң шал келіп: осы жерде отыр, бүгін ауылдан асық ойнауға 10 бала келеді. 10 баланың артынан бір бала келеді. Сол бала сенің балаң дейді. Түс болғанда ауылдан 10 бала келді. Олардың артынан бір бала келді. Әйел тұрып барып, әлгі баланы құшақтап жылап сүйе бастайды. Бала айтты: сенің баланың не белгісі бар еді деп. Менің баламның басы алтын, аяғы күміс деді. Әйел еңкілдеп сүйдегенде бала бас аяғын көрсеткенде, расымен баланың басы алтын, аяғы күміс екен. Сонда шал келіп: енді қош сау болыңдар деп жоқ болып кетеді. Әйел баласын алып ханның үйіне келеді, бірақ ешкім бұларды танымайды. Әйел от жағуға жалданды да бір күні баласына: сен ханның қасына барып отыр деп айтты. Бала ханның қасына барайын десе, хан ұрсып қуып жібере берді. Сонда малай әйел айтты: о тақсыр хан, ол бала сенің қасында отыруы дұрыс. Не үшін десең, ол бала менің балам емес, ханның баласы. Басы алтын, аяғы күміс деді. Хан сол жерде баланың басын аштырып, аяғын шештіріп қарады. Баланың алтын басын, күміс аяғын көрді. Есікте отырған әйел ханға келіп, өткен істің бәрін айтқан. Бастан аяқ айтып береді. Хан қатты қуанып, істеген ісіне өкініп, ел жұртын жинап, 30 күн ойын істеп, 40 күн тойын істеді. Кіші әйелін қайтадан неке қиып алып, жауыздық жасаған 2 үлкен әйелін дарға асуға бұйрық етеді. Осылайша мұратына жеткен екен.